Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін екінші сабақ. Осындай тасымызды ойымызға жапсырып алып, әдемілеп бейнеменен тігіп шығамыз. Ең бірінші бұл жерде жіпті әдемілеп бекітіп алу керек. Әйтпесе жібіміз фатиннен үзіліп шығып кетуі мүмкін. Мен 2 рет тігіп шығам. Инені 2 рет осы фатиннен алып, бері қарай алып шығам. Сөйтіп тасты толығымен тігіп шығамыз. Тігіп бітіп қалдық. Енді қалай закрепка беру керек? Яғни астынан мен 2 рет жіпті жақсылап түйіндеп аламын дағы. Сол жерде тігілген тігістен инені өткізіп, қайттан түйіндеймін. Себебі кейін тасымыз матадан түсіп қалмау үшін. Осылай тасымыз түседі. Әдемі, яғни қимылдамайды орнынан. Енді жемчугтарымызды аламыз да, дәл осы ретпенен тігіп шығамыз. Оюымыздың дәл бұралған жерінен ортасынан инені шығаратын боламыз. Сол жерге жемчугымызды тігеміз. Яғни жемчугты тікпес бұрын жақсылап тұрып жібімізді бекітуіміз керек. Яғни мен 2 рет тігем, немесе былайынан жіптің, артқы жіптің ортасынан өткізетін боламын. Сонда жібіміз шығып кетпейді. Жемчугымызды алып, жақсылап бекітіп тігіп шығамыз. Яғни 2-3 қайтара тігетін боламыз. Дәл осылай жемчугты дәлдеп орнын белгілеп аламыз да, сол жерге қадайтын боламыз. Осындай сабақтар сізге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Әр тіккен моншақтарымызды дәл осылай бекітетін боламыз. Себебі моншақтарымыз түсіп қалмау керек. Әр қайсының артынан жеке-жеке өстіп бекітетін боламыз. Мінекей мен бәрін тігіп шықтым. Дәл осылай көрінетін болады. Тастарымыз өте әдемі. Артынан қарағанда дәл осындай көрініс болады.